қайда жүрсің? Мамаң сені іздеп мектепке жиналысқа жалғыз кетті. Апа, сағат неше болды? Мен жиналыста ұмытып кетіппін ғой. Ой, тоқтайды, қай. Жиналыс басталып кетіпті. Анашымда тұр. Менің ұстаздарым менің әрекетімді талқылап отыр. Тентектігімнен бұндай жиналыстың талай өтті. Сонда да менің қателігімді кешіріп, маған үміт атып келеді. Мен негізі әдейі істемеймін. Қанша тентектік жасамайым десем де, бәрі аяқ астынан болып қала береді. Мектеп директоры, мектептің барлық қызметкері мен оқушыларын ойлайтын, біздің сапалы білім мен саналы тәрбие алуымызды, қауіпсіздігімізді бірінші орынға қоятын адам. Әр нәрсені ақылға салып, ой елегінен өткізіп түсіністік танытады. Менің тентектігімді осы жолда кешірер ме екен? Мынау менің сынып жетекшім. Біз үшін шыр-пыр болып жүреді. Менің бұзықтығым үшін талай жиналыста сөз естіп тұрдың-ау. Менің нағыз екінші анам. Мен үшін талай жерге қараса да, бәрібір мені ақтап қорғаштап жүреді. Менің бастауыш сынып мұғалімім ол кісіні де шақырыпты. Мен сияқты талай ойын баласына қалам ұстатып оқуды үйретті. Ол да мені тағы ақтап, жақтап жатыр ма екен, Бұл жүйенің өтуінің маңызы тереңде. Қанша тентектік жасасам да, мына отырған барлық мұғалімдердің менің жарқын болашағым, тұлға болып қалыптасуы маңызды екендігін білдіреді. Шәкірті қаншалықты биіктен көрінсе, ұстаздың мерейі соншалықты арта түседі емес пе? Ал менің жүрісім мынау. Біздің қаншама қателігімізді кешіріп, түзу жолға салуда, ақ пен қараны ажыратуда алар орындарыңыз ерекше. Ұстаз есімін әрқашан о деп білемін. Сіздерге айтар алғысым шексіз. Менің тентектігімді кешіріңіздер. Сіздердің үміттеріңізді ақтаймын деп уәде беремін.